Сәлем достар, бүгін сіздермен мен резидентураға түсу жолым жайлы бөліскім келді. Жалпы резидентураға мен ең бірінші мамандық таңдаудан бастадым, яғни 5-ші курстан, 4-ші курстан бастап пациенттермен жұмыс істемейтін жаңағы медицина саласына қарай кеткім келетінін түсіндім. Содан бастап ойлана бастадым, қандай салалар бар деп, бірақ та мен үшін ең дұрысы сол радиология сияқты болып көрінді. Одан кейін қандай университетке түсетінімді қарастырдым, яғни мен үшін Алматы немесе Астана қаласындағы универ немесе центрлар болуы маңызды болды. Бірақ Алматыда адам көптігіне байланысты өмір сүру тым Астанаға қарағанда жоғары болғандықтан Астана қаласын таңдаймын деп шешімге келген болатынмын. 6-7 курстан бастап осы Астанаға оқуға түскім келетінін түсіндім. Одан кейін Астанадағы жаңағы қандай универге немесе центрге баруға болатынын көрдім. Яғни бұл жерде МУА, UMC, одан кейін осы 7-ші курстың жаңағы басталған кезінде мен УДП жайлы естіген болатынмын. Яғни осы жаңағы универлерде радиология бөлімі бар екендігін көрдім. Одан кейін жаңағы УДП жайлы естідім, яғни бұл жерде радиологияны өте жақсы оқытады, сонымен қатар радиологияға арналған аппараттар, жаңа технологиялар көбірек болғандықтан УДП-ны таңдаймын деп шештім. МУАда оқу мен үшін жаңағы базасы МУАның көп болғанымен, бірақ та өзімде 7 жыл универде оқығаннан кейін қайтадан МУАға түскім келмеді. Ал UMC-ді таңдамаған себебім ол жерде IELTS-ті сұрады, одан кейін жаңағы алдыңғы жылдары 2 жерге тапсыруға мүмкіндік болатын болса, бұл жылы UMC-да оригинал документ қабылдайды дегеннен кейін мен УДП-ны таңдаймын деген шешімге келдім. Одан кейін грант саны шықпастан бұрын да мен УДП-ға түстім, түспесем платный оқимын деп ойлаған болатынмын. Бірақ та УДП-ның грант саны шыққаннан кейін жаңағы 8 грант УДП-ның өзі оқытатын болып шешілді, ал 2 грант ол Ақтөбе облысына берілген екен. Сондықтан мен УДП-ның өзіне тапсырамын деп шештім, себебі 8 гранттың хотя біреуіне ілінетін шығармын деген ойда болдым. Және де Ақтөбені таңдамау себебім ол жерде мен әрине жаңағы гранттың өтемін Ақтөбеге барып жасай алмас едім. Сондықтан бірден нақты УДП-ның өзіне жаңағы грант бөлінгендіктен сол жерді таңдаймын деп шешім қабылдадым. Одан кейін енді резидентураның сұрақтарына келетін болсақ, бұл жерде шілде айының ортасына дейінгі кезде УДП-да радиологияның алдыңғы жылғы сұрақтары тұрған екен. Мен ол бойынша дайындалам деп жүрген кезінде шілденің ортасынан бастап уже радиологиядан 2025 жылғы сұрақтары шықты. Ол 109 сұрақтан тұрды. 109 сұрақтан 10-ы бізде жаңағы не үшін радиологияны таңдадың, 10 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің деген секілді сұрақтар болды. Ал қалған 99 сұрақ, яғни жаңағы радиологияға қатысты КТ, МРТ, УЗИ, рентген бойынша сұрақтар болды. Жаңағы дайындығым қалай болды? Өте күшті мықты дайындалдым деп айта алмаймын, бірақ қолымнан келгенін істедім. Яғни мен бастапқы кезде жаңағы орысша кітаптардан, орысша сайттардан іздеп оқи бастадым. Бірақ уже 10-15 сұрақтан кейін түсіндім, мен үшін жаңағы орысшадан қазақшаға ойымды айналдырып, оны ертең экзаменатордың алдында біраз уақыт кідіріп қалатынымды білгендіктен бірден қазақша дайындалайын деп шешім қабылдадым. Одан кейін қазақша жаңағы ChatGPT-мен дайындалдым, ChatGPT-ге сұрақты салдым. Бір сұрақты ол маған толығымен шығарып беруге тырысты, толығын шығар деп жаздым. Одан кейін қосымша жаңағы интернеттерден жаңағы орысша іздегенмен бірден қазақшаға аударып отырып жаздым. Солайша мен жаңағы 109 сұрақты қамтып дайындалдым, толығымен дайындалып, оны 4-5 рет қайталап шықтым. Одан кейін экзамен күні бізде 15 жаңағы тамыз болған болатын. 15 тамыз күні бізге айтты 82 грантқа үміткер адам осы жаңағы 15-не емтихан тапсыру керек болды. Бізді 2 жаңағы ауысымға бөлді, яғни 41 адам таңғы уақытта сағат 9-да тапсыратын болса, қалғаны түстен кейінгі уақытқа ауыстырылған болатын. Мен жаңағы тапсырған тізім бойынша басындағы 34-ші орында болдым. 34-ші, яғни таңғы ауысымда кірдім.
бәріміз тізім бойынша кіретін болдық. Алғашқы 5 адам кіріп 15 минут дайындалады. Олар сұраққа жауап бергеннен кейін қалған адамдар кезек-кезегімен кіре беретін болды. Шамамен 10 жарымдарда мен кірдім. Бірінші жаңағы атымызды жазды, одан кейін телефондарымызды сол жерге тапсырдық, одан кейін жаңағы билетті алып 10-15 минут дайындалуға берді. Дайындалған кезде ақпаратқа жазсам болады. Жаңағы ең дұрысы жазу негізі апелляция кезінде сол жазған парағына қарай қаралынатын болып келеді. Одан кейін жазып дайындалып отырдым. Өзім негізі жаңағы 4 экзаменатор отырды, 4 стол, 8 адам отырды да, 2 адамнан отырды. Одан кейін басқа экзаменаторға барам деген жаңағы сол болса соған кірем деген оймен отырған тұғымын. Бірақ менің жаңағы кезегім келген кезде мен бірінші бас жақтағы столға барып отырған болатынмын. Ол да бір хайырлысы болған шығар мен үшін, себебі ең жоғарғы балды сол жаңағы бірінші столға барған апайларым қойып берген болатын. Сол жерге бардым. Өзімнің 3 сұрағымды айттым, яғни бұл жерде жалпы 4 сұрақ беріледі. Бастапқы 3 сұрақ радиологияға қатысты, және сол 3 сұрақ бойынша сен бағаланасың. Ал қалған 4-ші сұрақ ол сенің жаңағы нене қарайды, яғни скиллстарына қарайды, мотивацияна, не үшін радиология таңдады деген сияқты, бірақ ол бағаға жаңағы қосылмайды. Одан кейін сол жерде жаңағы 3 сұрағымның біріншісі ол жамбастың рентген анатомиясы болған болатын, сызықтары, яғни линиялары. Екінші сұрақта құрсақ қуысының КТ-сы, қандай ағзаларды көре аламыз деген. Одан кейін үшінші сұрақта УЗИ-нің принциптері болды. Төртінші сұрақта менде жаңағы радиолог маман басқа мамандармен қарым-қатынасы қалай болу керек деген сұрақ болды. Үш сұрақты да жаңағыдай, бірінші сұрақты өзім кішкене мұқын сүйегін сызып, сонымен линияларын түсіндірдім. Одан кейін екінші сұрақты, үшінші сұрақты жалпы жазбаша түрде неғылған, бірақ оны ауызша айтып бердім. Қатты қосымша сұрақ қоймады, яғни сұрағымнан тыс сұрақтар қоймады. Тек сұраққа жаңағы сұрағыма байланысты ғана қосымша сұрақтар қойғаны болмаса, тақырыптан тыс жаңағыдай сұрақтар болмады. Өте жақсы өтті. Одан кейін жаңағы тапсырып біткеннен кейін мен портфолиома қарады. Менің портфолиомда анау айтқандай масштабный ештеңе жоқтығын, себебі бізде жаңағы GPA балмен рекомендациялық хат қана маңызды рөл атқарады екен. Менің GPA-м 3,62 болды осы интернатура кезіндегі. Ал одан кейін жаңағы рекомендациялық ұсыныс хаты мен деканнан болды. Кәдімгідей деканға бардым, өзім жазып апардым, декан қол қойып берді, болды. Артық ештеңе болмады. Одан кейін сол нелеріме қарады да, бірақ білмеймін оған бал қосыла ма, қосылмай ма. Негізі менің жаңағы сұраққа жауап бергеніме байланысты бал қойылған екен. Кейін мен ол кезде жаңағы шығар кезде қанша қойғанын білмедім маған. Сонымен экзамен тапсырып үйге қайттым. Сағат 5-6 шамасында экзаменнің жауабы шықты. Қарасам 99 бал алыппын. Сонымен жылап, қуаныштан сонымен. Мен бірақ білмедім. Басында мен ойлаған тұғым GPA бағанағы, одан кейін жаңағы ГОСТан алған баға, және де экзаменнен жаңағы емтиханнан алған баға үшеуі қосылып, жаңағы басқа универлердегі сияқты ортақ бал шығады деп ойладым. Оказывается, сол емтиханның балымен бізді қабылдайды екен. Сонымен списокта бірінші болып тұрып, осылайша УДП-ға, БМЦ УДП-ға түскен жайым бар. Егер сіздерде де осындай жаңағы қай жаққа тапсырам деген сұрақтар болатын болса, менің консультацияма жазылсаңыздар болады. Жалпы бұл жерде негізінен жаңағы облысты дұрыс таңдай алу, одан кейін GPA балдар мен емтиханға жақсы дайындық сіздің резидентураға түсуге мүмкіндігіңізді көбейтеді. Бәріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса, инстаграмыма жазсаңыздар болады.